Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге небәрі 2 ғана заттан тұратын тамаша таңғы асты ұсынамын. Немесе тәтті тіске басар десе де болады, өте оңай, барлық адамдар бұны жақсы көреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліңіз. Ең алдымен лавашымызды дәл ортасынан кесіп алатын боламыз. Менде қазір дүкеннің лавашы, сіздер қолдың лавашын қолдансаңыздар да, үй жағдайында жасасаңыздар да болады. Менде дөңгелек болмағандықтан осындай 3 бұрышты қылып кесетін боламын. Дәл пиццаның формасындай қылып кесетін боламыз. Дәл видеодағыдай форма шығуы қажет. Барлығын осылай кесіп алатын боламыз. Сонан кейін бізге сыр қажет болады. Менде осындай сырымызды дәл видеода көрсетілгендей соломка етіп тура боламыз. Қатты жіңішке немесе қатты жуан қылып тураудың қажеті жоқ. Орташа қылып турасаңыздар жеткілікті. Дәл видеодағыдай барлығын турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін осы лавашымызға видеода көрсетілгендей сырымызды орап шығатын боламыз. Әдемілеп тығыздап орап шығасыздар. Егер де сізде сыр болмаған жағдайда, бұл сигара буректі творогтан жасауға да болады, бірақ та сырмен жасаған өте дәмді болып шығады. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуыңызды сұраймын. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей мен барлығын жасап алдым. Осындай әп-әдемі қылып жасап шығасыздар. Менде тура 2 лаваш кетті. Және де осы шұңғыл ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстіне кішкене тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында осы сигара буректі жақсылап жұмыртқаға 2 жағын аунатып, майымызға қуырып алатын боламыз. Табамызға майымызды құйып, қатты май құймайсыздар, кішкене құйсаңыздар жеткілікті. 2 жағын аунатып, қызартып, қуырып аламыз. Орташа отта қуырасыздар. Бұл тағамды кішкентай балалар да, үлкен адамдар да өте қатты жақсы көреді, және де өте тез, оңай жасалатын тағамдардың бірі. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Барлығын осылай пісіріп шығатын боламыз. Мінекей біздің сигара бурегіміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, пікіріңізді қалдырыңыз.